Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Қыс бойы еккен тұқымнан салған өсімдіктерге ең жоғарысында да бар. Өсімдіктерім өсті. Гүл беріп тұр. Мынау тысячелистник деген. Мыналар котовниктер. Мыналарды қазір бәрін қияйын деп тұрмын түбінен. Жаңағы көбею үшін, асты көбею үшін. Мынау астраларым. Мынау каталипа деген тал. Мынау вербена банарская деген. Мынау тұрған, мынау астында да тұр. Бұлар гипсофила ползучая. Мынау декоративный нелер, капусталарым. Енді кейбіреуін өлтіріп алдым, өзімнің неменен. Отырғызам деп ыссы жерге осындай контейнермен апарып қойғанмын. Содан қолым тимей тұрып қалады. Содан міне отырғызсам да алмай қалды. Міне тек бір түйір қалды. Мынау да ачиток. Басқа өзінің сортына сай келетін сияқты. Және мынандай гүл еккен едім ғой. Бірақ бұл деген коробкасындегі дейміз, ішіндегісі кәдімгі қарапайым түрі болып шықты. Камнеломкаларым бір-екеуі ғана шығып еді, олар да өліп қалды. Биыл камнеломкам шықпай қалды. Осы мынау тысячелистниктің қызыл түрі болу керек, егер пересорт болмаса. Тағы не? Мына жерде ақ түсті эхиноцеям. Жалпы еккендерімнің көбі шықты. Бір-екі тұқым ғана шықпай қалды. Камнеломка шықпай қалды. Сосын иберистен біреу шығып еді, оны да өлтіріп алдым ғой деймін. Сондай жағдай. Мына жерде енді былтырдан көбейтіп жатқан клематисім. Былтыр күзде кіргіздім солардан шыққаны. Басқа жерде де бар, оны да видеоның соңына қосатын болам. Барлығы осы. Енді мұнын айтатын болсақ, міне гүлі өзінің коробкасындегі сәйкес келмейді, іші мен сырты. Өткені көрсетіп жатқан себебі мыналарды еккім келіп тұр. Мына жерді босатуым керек. Нәтижесімен сіздермен бөлісіп жатырмын. Мынандай екі ящиктен парник жасап қойдым. Клематистерім осының ішінде. Мына балдар жыртып қойыпты. Негізі бұлардың ашпауымыз керек. Дәл қазір мынандай болып барлығы жақсы өсіп тұр. Әбден тамыры алмайынша ешқайсында парниктен алмаймыз. Тек бұйырса міне қатты өсіп кеткен, осыларды қиюым керек. Бұйырса бір қолым тиген кезде осыны істейтін болам. Әбден горшогы тамырға толмайынша оны ала алмаймын бұның ішінен. Бірақ қысқарту да керек. Және мына жерде міне көбейтуге қойған. Және тамырланып, осындай баклажкілерге отырғызып қойған, шелектерге отырғызып қойған өсімдіктерім тұр. Жайлап шетінен бұларды да отырғызып жатырмын. Әзірше осы. Жайлап ауламды жинап, егетін егіп,
Сондай шаруалар жасалып жатыр. Сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі күн бізде жаңбырлы. Мен розаларымның барлығын аштым. Бетіндерін ілдім. Енді бүгін осы жаңбырлы күнді пайдаланып, тұқымнан өсірген көп жылдық өсімдіктерімді егейін деп тұрмын. Өйткені бізде қатты ыстық күндер болды. Ең жақсы күн осылай жаңбырлы күндер, егетін күндер. Одан кейін мынандай селитра аммиачная осыны розаларының түбіне салып шыққым келіп тұр. Бүгінгі күн бізде жаңбырлы. Мен розаларымның барлығын аштым. Бетіндерін ілдім. Енді бүгін осы жаңбырлы күнді пайдаланып, тұқымнан өсірген көп жылдық өсімдіктерімді егейін деп тұрмын. Өйткені бізде қатты ыстық күндер болды. Ең жақсы күн осылай жаңбырлы күндер, егетін күндер. Одан кейін мынандай селитра аммиачная осыны розаларының түбіне салып шыққым келіп тұр. Міне котовниктерді егіп шықтым. Екі жолдың екі жағына. Менде жетпей алды мына жерде. Мыналарды қазір кесіп алатын боламын, бастарын. Суға салсаңыз тез тез тамырланады. 3-4 күнде. Әлде бір жеті ма, әйтеуір сондай бір аз уақыттың ішінде тез тамырланып болады. Мынау декоративный капуста. Мына жерге екеуін екі жерге ектім. Қалғанын басқа жерге егетін боламын. Осылай жасап қойдым. Биыл осы жерді өзгерттім. Өйткені мына жерде бізде постоянно арам шөптер жатады. Соның орнына котовник жатсын. Котовник әдемі өсімдік, төгіліп, әдемі көкшіл гүлдері бар. Осылай егіп қойдым. Енді астраны егетін боламыз. Мына астралар негізі енді тұқым сатушы адам алдамаса қысқа астра болу керек, бордионный. Кейбіреуінде 3, кейбіреуінде 2 бөліп отырғызатын боламын. Оны мына жаңадан былтыр күзде жасаған гүлзарымның бойына отырғызатын боламын. Негізі тас қоямын ба деп едім, егер осы астрам жақсалып кетсе, мына тастың да қажеті болмайды. Сол үшін гүлзарды әдемі қылып бөліп тұру үшін сол астраны отырғызғалы тұрмын. Кешегіде айтқанмын, розаларымды подкормка жасап жатырмын. Мынандай биік розаларыма, плетистый розаларға жаңағы селитраның өзін, селитра аммиачная деген бар, соның өзін беріп жатырмын. Өйткені мен қанша мына көң салсам да жеріме маған азот жетіспейтінін түсіндім. Былтыр мен розаларымды көне 4-5 жыл, 3 жыл болған көнерген, ауырып тұрған барлық жаңағы бұтақтарын бірінші гүлдеуден кейін кескен болатынмын. Ол жайында видеом бар. Сол кезде мен карбамид салғанмын бұларға. Карбамидті жазда саламыз. Карбамид мынандай мұздай уақытта жүрмейді, процесс жүрмейді. Ода қазір мұздай уақытта селитраның жүретін уақыты, яғни селитраның күші жетеді. Селитраны күн ысығаннан кейін салмаймыз, өйткені ол тамырды кетіреді. Сол карбамидті салғаннан кейін маған осындай ұзын 2 метр, 2 метрден астам пердерансар, және мына жерде кешегіде өліп қалған инесастр, розаннаның биік жаңағы нелер осы карбамидтен кейін бере бастады. Содан кейін түсіндім, менің топырағымда
азот жетіспейтін. Сол себепті ең бірінші мына плетистый розаларыма селитра салып шықтым. Мыналарда мысалға 2 жыл, мына биыл 3-ші сезон, көріп тұрсыз, мынау уже карбамид бергеннен кейін шыққаны. Мынау да сол, егер розаларыңыз өспей тұрса, ең бірінші міне карбамид күн жылығаннан кейін беруге болады, өсу үшін. Бірақ көп беруге болмайды, осы селитраны тек 1 рет салам болды. Одан кейін калий, магнезия саламын. Одан кейін фосфор, калий сөйтіп кетеді. Фосфорды түйнек саларда, жаңағы бутон саларда, калийді бутон уже пісе бастаған кезде калий қоятын боламыз, түсін беру үшін. Жалпы фосфор, калийлер олар шатыспасам органикалық не бол керек, удобрениелер. Енді қалай салам, менің мынандай нем бар, Алберстен алғам, жақсы мынау деген беті. Сосын арам шөпті тартып, анау кішкентай арам шөптерге жетеді, прополка дейді ол. Қолмен жоп жатпайсыздар. Сондайға жақсы. Осыған енді көз мөлшерінде қарайсыз, розаларыңызға қарай. Мысалға бір розаға 1 уыстай кетеді менде. Үлкен роза болса 1 уыстан сәл көбірек, 1,5. Осылай салып, қайтадан көмей қоямыз. Бізде кеше жаңбыр болып, жер ылғалы болу керек. Удобрение салатын кезде қандай болса да, өйткені не істейді, күйдір жібереді тамыр. Құрғақтай салуға болмайды. Не, осылай несеп салып шығамыз барлығын. Осыдан кейін енді 1-7-10 күн арасында фосфор салуға болады. Одан кейін 10 күн, 15 күн салып, жаңағы калий қоюға болады. Солай жасаймыз. Негізі жалпы құрамында азоты бардан 2 рет подкормка жасайды. Мысалға калий, магнезиямен салса, одан кейін азофоска деген бар. Ода азот, фосфор, калий соны құяды кейбір кісілер. Содан кейін бар фосфор салады солай. Енді сізде не бар, соны салсаңыз болады. Одан кейін мынадан бұрын кейбір кісілер бірінші тамырды жақсы жұмыс жасатып алу үшін сульфат магния салады. Сульфат магния салады жаңағыдай. Болмаса құяды суға езіп. Содан кейін барып, жалпы сульфат магнияны 20 грамын 10 литр суға 2 қасық, ас қасықты толтырмай 10 литр суға езіп аласыз, әр түпке құйып шықсаңыз, сол жеткілікті. Жарты литрден 1 литрден розаларыңызға қарай. Сосын барып, уже калий, магнезия, болмаса азофоска, не бар, соны салады. Мына жерде каменный розаларымды егіп қойдым. Балдар қыста ойнап жатқанда сындырып алған, құмырада аузында өсіп тұрған, әдемі болып өсіп тұрған немді. Соны алып, үлкені өліп қалды өзі, аналығы. Соның балдары қыстай үйде өсіріп шығардым. Терезенің алдында. Мен осылай туямның етегіне отырғызып қойдым. Бұл бір жақ жері күнді көтереді. Мынау очиток. Мынаны күзде күтті қандай мынандай қылып алған едім мынандай. Сіздерге видеосын түсірген болатынмын. Очитокты қалай көбейту керектігін. Содан өскені. 7, 8, 9, 10 бар екен. Енді осыны, осы өсімдіктердің ашық-ашық жерлеріне отырғызып шыққым келіп тұр. Барлық қылқан жапырақты өсімдіктеріме көп жылдық гүлдер бар. Соларға мысалы ауыстыратын ауыстырып тастадым. Мына жердегі туяны ауыстырып тастадым.
Мынау алдындағы видеомда көрсеткен болатынмын. Туямды шелекке отырғызып подвалға қойған болатын. Соны осы жерге отырғыздым, ауыстырып оны. Өйткені өліп қалған екен, кеуіп кеткен. Мына қылқан жапырақты өсімдіктердің барлығына мынандай селитраны бір уыстан көлеміне қарай, өсімдіктердің көлеміне қарай сеуіп суарып шықтым. Бірінші беті өзімнің қазатын нем бар, жаңағы айналасын кішірек дөңгелетіп жатыр, соған ішіне салып, оны қайтадан көміп, үстіне су құйдым. Мынау қыстай Валберште арзан болады. Мыналар 3-3-тен, 5-5-тен бе, сондай оптовый бағалар бар. Сол кезде алған болатынмын. Мынадан біреу болады енді. Басқа да улар, басқа да минералды витаминдерін алған болатынмын өсімдіктерін. Міне жаңағы ачеток мынаның басында тұрған, мына жерде үлкен болып. Балдар сындырып, қыста ойнап жүргенде соны үйден көбейтті. Осылай барлығын селитра құйып, мына жаңа өсімдіктердің барлығына құйып шығып жатырмын. Енді мына ачетогымды қазір отырғызып шығатын боламын. Қазір енді наурыз айы ғой әзір. Бірақ менде ачетоктар жайлап шығып жатыр. Мынаны отырғызатын болсам, бірақ үстіне бірдемені кигізіп қою керек болады. Әбден күн жылынғанша. Жайлап отырғызым келді, өйткені бізде күн жақсы, жылы болып тұр. Бір талай шаруа жасалып жатыр.